Сәлеметсіздер. Ал тағы да қолданып жатқан Бателдің өнімдерін енді қысқаша таныстыра кетейін. Мынау ұлым ішіп жатқан жаңағы для снижения вес. Осындай жаңағы капсуланың иісі ыңғайлы екен. Міне, мынандай жаңағы капсуланы күнде ұлым түс кезінде бір мезгіл қолданып жүр. Мен ішейінші деп қоймағаннан кейін жарайды деп қызығып тұрғандықтан ағзасы талап етіп тұрма деп соған отказ берген жоқпын, қолдандыртып отырмын. Ал мынау енді біздің жаңағы мына керемет чага, иә. Мына чаганы жаңағы біз тікшекке салып қолданамыз. Бұл енді асқазан ішкі құрылыстың ауруларынан тартып, женский мужскойдың әйел еркек демей ауруларға, жаңағы қуықтың ауруларына, және де бұл енді басқадай мына ер азаматтардың күш қуатын арттыру деген мақсатта, әйел адамның миома, киста, эндометриоз не бар дейсіздер, жаңағы эрозия шейка матки, соның барлығына жақсы әсерін тигізетін сондай керемет біздің чагамыздың тікшекке, сырттай қолданатын, тікшекке салатын түрі. Ал енді ары қарай жаңағы өзім қолданып жатқан, міне таяқ қалды, өзім қолданып жатқан сусталайтым. Бұны мен 2 мезгіл қолданып жүрмін. Ал мынау жаңағы біздің мастолицин, мінекейіңіздер, мастолицинді мен кіші қызыма профилактика ретінде қолдандырып отырмын. Мынандай қызыл түсі бар. Ешқандай бір сондай бір шөптің ғана иісі болған болмаса, бір керемет сондай бір жаңағы жағымсыз шығып жатқан иіс түкте жоқ. Енді мына норма климаксым бітті. Әдей жаңағы менде климакстың проблемалар басында енді келіп жатқанда Бательде давление 240-ке дейін көтеріліп жатқан кезде сол климакстың да признактар болған еді. Сондықтан осы норма климаксты да әжептәуір бір 3-4 флаконын іштім. 50 мг суға 10 тамшысын тамшылатып, ал мынау жаңағы біздің сокровище Алтая, бізде қазір запордан проблема болып тұрған ешкім жоқ. Асқазаннан да проблема болып тұрған пәтуа ешкім жоқ. Бірақ та әдейі үйде сақтап отырмын, үйде қолданып отырмын. Бұл енді сыртқы жараларға да, қандай да бір тердің ауруларына да әсер етеді. Асқазанның язвасына да, дисбактериоз дейсіз ба, 12 ішекте жара болса, соның барлығына осы гастриттан тартып түгеліне өте тамаша әсерін тигізетін болғандықтан әдей үйде ұстап отырмын. Ал мынау феминагельді білесіздер. Бұл енді барлық женскийдің жаңағы цистит болған кездерде өте тамаша әсерін тигізетін сондай жаңағы әйелдер ғана қолданатын өнім. Бұл жаңағы цистит болған кезде мына әйел адамдардың әртүрлі ауруларына толыққанды әсерін тигізеді. Мінекейіңіздер. Осындай жаңағы түнде жатырға мына әжептәуір жаңағы мына бір 5-7 сантиметр салыңқырап барып, сосын кейін мына колпачогын ашып, арт жағынан итеріп қана сығып қолдана салатын сондай өнім. Барлық жаңағы бала көтермей шыққан әйел, цистит болған, женскийдің сан алуан түрлі жаңағы аурулардың барлығын алдын алады, емдейді, өте тамаша результаттар шығып жатқан феминагель деген біздің жаңағы өніміміз осы болып табылады. Ал каменное масло білесіздер, қазіргі заманның жаңағы бұл енді несі болып саналады, кальций болып саналады. Бұл енді өте микро-макро элементке, аминокислотаға бай ақ мумиосы бар. Сондай жаңағы мына Горный Алтайдың биік таулардың шынылар қайда, сол жерде жаңағы күннің көзінен тікелей энергия алған сондай мықты жаңағы аминокислота, жаңағы микро-макро элемент түгел Менделеевтің таблицасы кірісіп тұрған сол жаңағы мына витаминдарға бай өніміңіздің бір каменное масло болып саналады. Бұл каменное масло сахарный диабетке өте жақсы әсерін тигізеді. Жаңағы ұзақ уақыт қолданатын болсаңыз, ағарған шашке дейін жаңағы ар жағынан тазарылып, кәдімгідей қара шаш болып өседі екен. Осыны жаңағы жолдасым да қолданып отыр. Қазір мен де өзім қолданып жатқан жайымыз бар. Ал енді ары қарай жаңағы мені климакстың кезінде жақсы әсерін тигізіп, Сабира ең алғаш жіберіп жаңағы көмектесіп, осы апа жақсы деген кезде қолданған климаксвель. Климаксвеліңіз мынандай порошок түрінде 5 бар, 5 порошок бар, қайтып мынандай флакон түрінде. Қараңыздар, бұл флаконды жақсылап тұрып деп шайқаймыз да, сосын кейін ашып жіберіп, таңертең аш қарында
жаңағы ас су тамақтан 30 минут бұрын ашқарында қолданған кезде өтті тамаша дәмі бар. Бұның жаңағы иісі, дәмі маған қатты ұнады. Кардицепс те бар бұл жерде. Барлық жаңағы әйел адамның климакстан қиналып жатқан жағдайда, мына жаңағы етек уже келмей қалған жағдайда, немесе жаңағы етек бір кеп бір қойып, бір келіп бір кетіп, баға байып жоқ болып кеткен кезде, бұл жаңағы тер басып әйел адам дегеніңіз масқара жаңағы терлеп кететін жағдайларда, сонда осы климаксвелді қолданған өте тамаша болады. Өкінішке орай қазір бұл басқаша түрде шығайын деп жатыр ма, сатуда әзірге жоқ. Ал мына феминогеліміз бар, басқа өнімдердің барлығы бар. Мына коллагенді де ішіп, қазір өкінішке орай біттім, өйткені қазір сусталайтқа көшіп жатырмын. Сосын кейін осы коллагенді біткеннен кейін тоқтаттым. Осы коллагеніңіздің бір 3 упаковкасын ба, 4-ші упаковкасын ішіп бітірген жайым бар. Мінекейіңіз. Ал енді мұнан жаңағы айта кетсек, біздің жаңағы атақты жасылмайымыз, біздің жасылмай қазір балалардың қалтасында жүреді, екі баланың, жолдасымның қалтасында жүреді. Бұл енді жаңағы басыңыз ауыра қалсаңыз, екі самайыңызға жақтыңыз, қарақұсқа жақтыңыз, кіндікке жақтыңыз, мұрынның айналасына жақтыңыз, бұрынға тамыздыңыз, гайморитпен жаңағы вирус, микроб, бактерия не бар, соны қатты түшкіртіп алып түседі. Мысалы жаңағы сәл ашытқанмен қандай керемет ем болады десеңізші. Ал енді құлақ ауырды ма, жылы температураға ұстап алып барып, жаңағы комнатный температурада тұрғанда құлаққа бір тамшы ма, екі тамшы тамшылатсаңыздар, құлақтың ісігі, құлақтың жаңағы қызарып, құлақтан жаңағы құлық ағып тұрған, құлақ жаңағы дүңгірлеп естімей тұрған деген сияқты, немесе жаңағы суықтап қалып, суық тиген деген процесстардың барлығына өте жақсы көмегін көрсетеді. Тісіңіз ауыра қалды ма, тісіңізге тамыза қойыңыз. Тісіңіздің ауырғанын дереу басады. Ұрт етіңіз, жаңағы қызыл иектеріңіз ауырып тұрма, мақтаға сіңіріңізді, сосын кейін әдемілеп жаңағы сіңірген мақтаңызды сол жаңағы ауырған жеріңізге ұстаңызшы. Сол кезде міндетті түрде жаңағы жылдам тез арада әсерін тигізетін болады. Ал енді тамақ ауырды ма, ангина бар ма, іріндеп кетті ма, тамызып жіберіңізші. Дұрыстап жаңағы екінші адамның көмегіне жүгініп, әдемілеп тұрып, тіліңізді басқызып тұрып, ана екі бөбежек гортания дейміз, мына жұтқыншақ, мына екі ангина, сол екі ангинаға әдемілеп отырып сіздер жаңағы бір-екі тамшылап жүрсеңіздер ашытады, бірақ та тез әсерін тигізіп, іріндердің барлығын алып түсіп, температура етіп, мына ангинадан да кісі ыстық көтеріліп жатады. Сөйтіп жатқан кезде соның барлығына мына ірінді алып түскен кезде тамағыңызда ауырғаны басылады, ангинаңызда жоғалады, температурады түсіп керемет болады. Бала ауыра қалса, баланың табанына, жаңағы кіндігіне, баланың жаңағы құлақтарының алды-артына, сосын кейін мына мұрнына, ана құлақ тазартатын палочкаңыз бар еді ғой, ватный, сонымен әдемілеп жағатын болсаңыздар, құлақтың ішіне де жағып қоятын болсаңыздар, өте тамаша әсерін тигізеді. Бала бала басын шайқай береді, сол кезде құлақ қышынады екен. Сондықтан құлақ қышынып тұрған балаға осы жасылмайдан жаңағы ватный трубочкаңызбен жаңағы сіңіріп алыңыздар, аккуратно құлағының іш жақтарын жаңағы сүртіп тазартып қойсаңыз, баланың жағдайы кәдімгідей жақсарып, ана құлақтың жаңағы қышынып тұрғанның барлығы басылып тап-тамаша әсерін тигізеді. Мынау енді өзімше ыңғайлы болсын деп, көздің каплясы біткен кезде алып қолданып отырған жайымыз бар. Өйткені көздің капляның кришкасымен біздің мына жасылмайдың кришкасы екеу бір-біріне сай келеді екен. Мына жасылмайдың несі, өзінің пипеткасы чүт-чүт жылпылдап, жаңағы тамзам, енді апарып тамзам деген жеріңізге тамзам дегенше басқасаңыз жұмсақ қой, сонда басқа жерге тамыз қойып деген сияқты сондай жағдайлар болғандықтан осындай жасап алдық. Мінекейіңіз, Амина мысал жаңағы сыворотканың пипеткасын алып қолданыпты. Сол сияқты сіздер енді қайсы өнімге келіп тұр екен, қолдарыңызда ушный капляны болса да қарап көріңіздер, сөйтіп өздеріңіз келтіріп көріңіздер. Біз көздің каплясын қолданып жатырмыз, мінекейіңіздер. Ал енді ары қарай мына Age Slim 40+ дегенді де ішіп бітірдім. Бұның екі түрі болады, ішінде қызылмен таңертең таңғы астан бұрын ашқарында ішіп аласыздар, одан кейін кешке балықты майын ішесіз. Бұның енді мен 3 пачкасын бітірдім. Мынау 4-ші пачкасы міне. Бұл да аяқтады. Ал одан кейін хлорелланы да қолданып отырмын.
хлорелланы мен рационный тамақ ретінде, міне, рационный тамақ ретінде қолданып отырмын. Маған ұнайды, дәмі тамаша екен. Бұны жаңағы суға ғана араластырып емес, міне, мынандай жаңағы қара жасыл келген. Бұны тек қана суға араластырып қана емес, баланың жаңағы каша ботқасы қайда, кашасына немесе сіз көже тамақ істесеңіз, жаңағы сорпал тамаққа араластырып жүрсеңіз де, баланың жаңағы тамағына кітей сәуіп берсеңіз де, мына жасаған тамақ тарелкада, табағыңызда тамақ тұрғанда, соған жаңағы бір жарты қасық балаға, өзіңізге бір қасықты жаңағы толтырып алып араластырып қолданатын болсаңыздар, бұл өте жаңағы дәрумендерге бай, осындай керемет хлорелла деген мына сухой напитоктарыңыз мынау. Мен ыстық жаңағы немесе жылылау суға араластырып ішкенді жақсы көрем. Мінекейіңіздер, осылай біз өнімдерді қолданып жатқан жайымыз бар.